Медиация дегеніміз латын тілінен аударғанда делдалдық дегенді білдіреді. Бұл дауларды реттеудің дүние жүзінде кең тараған түрлерінің бірі. Бұл медиация дау жанжалды шешудің ерекше бір түрі. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының 28 қаңтардағы 2011 жылы медиация туралы заң қабылданған болатын. Осы медиация туралы заң 2011 жылдан бастап іске асырылып келеді, қолдану аясы да кеңейіп келеді. Осы медиация заңын іске асыру барысында медиаторлармен, уәкілетті органдармен, сондай-ақ соттармен күнделікті түрде азаматтар осы медиацияның не екендігі жайлы күнделікті түсіндіріліп келеді. Енді бұл медиацияның азаматтар көп біле бермейді. Медиация деген не, ол қандай ұғым, ол не үшін қажет, кімдерге бұл тиесілі деген сұрақтар көп туындайды. Әрине бұл медиация деген ұғым, бұл ерекше ұғым, бұл тараптардың, азаматтардың арасындағы дау жанжал туындағандағы белгілі бір мәмілеге, келісімге келтіріп, екі тараптарды бір мәмілеге, ортақ келісімге келтіру, бұл медиация ұғымына тән. Жалпы азаматтық процесстік кодексте белгіленген үлкен тарау бар. Бұл татуластыру рәсімдері. 17-ші тарау жалпы азаматтық процесстік кодекс, жаңа азаматтық процесстік кодекс қолданысқа 31-ші қаңтардың 2011 жылдан бастап қолданыста күнделікті түрде соттардың тәжірибесінде қолданылып жүр. Осы азаматтық процесстік кодексінде көзделген татуластыру рәсімдерінің шаралары, оларды қолданудың тәсілдері, осы кодексте белгіленгендей тәртібі, осының бәрі азаматтық кодексте белгіленеді. Жалпы медиацияның мақсаты, медиацияның үлкен бір орны деп айтатын болсақ, бұл қоғамдағы мына дау жанжалды, кикілжінді азаматтардың арасындағы даулардың өртін басу, азаматтарды дау туындаған жағдайда бір мәмілеге келтіру, бір келісімге келтіру, бітімге келтіру медиацияның үлкен рөлі. Біздің ата бабамыздың тарихына үңілетін болса, қазақ халқында көне дәуірден бері жалпы қазақ халқының тарихына үңілетін болсақ, бізде түрме деген ұғым болмаған. Не бір билер, не бір шешендер, не бір көсемдер дау туындаған жағдайда олар дауды екі ауыз сөзбен шешкен болатын. Бұл осы медиацияның айқын бір көрінісі деп айтуға болады. Бұған дәлел ретінде өзіміздің қазақ халқының тарихы куә болады. Медиатор бұл бітімгер, қазақ халқының ұлттық болмысына ең жақын ұғым. Атап кеткендей, қазақ халқында бұрын ұрыс, жанжал, дау туындаған жағдайда бітімгерге келіп, келіссөзбен аяқталған болатын. Медиация туралы заңында бітімгердің екі түрі, кәсіби және кәсіби емес медиатор деген ұғым бар. Кәсіби медиатор бұл арнайы заң, жоғарғы заң білімі бар. Азаматтар арнайы медиаторлардың реестріне бекітілген. Сол азаматтар медиатор болады және кәсіби емес негізде қызмет атқаратын медиаторлар бұл 40 жасқа толған, өзінің медиатор болам деген ниетін білдіретін адамдар, азаматтар әрине реестрге, жаңағы тізімге бекітіле отыра медиатор қызметін жүзеге асыра алады. Сондай-ақ жалпы тағы да медиация ұғымына тоқтала кететін болсақ, медиация туралы заңда айқындалған
тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мақсатында медиатордың жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дауды реттеу рәсімі. Бұл орайда медиаторлар осы дауды шешудің жолдарын тауып, азаматтарға осы заңи тұрғыдан қандай оның салдары болатындығы, не болмаса бұл кәсіби медиаторларға тиесілі. Кәсіби емес медиаторлар, олар өз тарапынан жаңағы өмірлік тәжірибесі мол, психологиялық тұрғыдан кейде жәрдемдеседі дау жанжалды шешу үшін. Сондықтан медиаторлардың атқаратын қызметі өте зор. Бұл медиация, олар медиация туралы заңның аясында ғана қызмет атқарады. Медиация туралы заңында осы медиацияны өткізу реті, өткізу тәртібі жайлы нақты айқын жазылған. Соны қолданысқа пайдалана отырып, медиация туралы заңның шеңберінде медиаторлар өз қызметтерін атқарады. Тәуелсіз бейтарап істің нәтижесіне мүдделі емес медиация тараптардың өзара келісімдері бойынша таңдалған медиаторлардың тізілімінде тұрған азаматтар, медиаторлардың функциясын орындайтын азаматтар медиатор бола алады. Жалпы Қазақстан Республикасы медиация туралы заңда айқындалған 40 жасқа толған және кәсіпқой емес медиаторлар қызметіндегі тұрған азаматтар медиатор болады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінде бекітілген судья медиатор қызметінде қызмет атқара алады. Тағы да отставкадағы судьялар медиатор қызметін кәсіби негізде жүзеге асыра алады. Осы медиатор қызметі кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды. Бұл жағдайда атап кеткендей, кәсіби емес медиатор қызметін атқарам деген азаматтар ниетін білдіретін болса, олар арнайы әкімшілікке барып, арнайы тізімге жаңағы өзінің өтініштерін білдіріп, сол тізімге тұрулары құқықтары бар. Және олар арнайы медиация орталықтарында қызмет атқарады. Егер азаматтар дау жанжалды шешем деген ниеттер білдіретін болса, онда олар арнайы сол орталықтарға барып, өздеріне тиесілі, өздері қалаған медиаторды таңдай алады. Және дау міндетті түрде енді азаматтардың өзара келісімдері бойынша жаңағы келісіммен, бітіммен аяқталады. Ал кім медиатор бола алмайтын деген тағы да ұғым бар. Бұл ұғым осы медиация туралы заңында нақты көрсетілген. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті және оған теңестірілген тұлғалар, яғни бұл мемлекеттік қызметшілер, әрине медиатор қызметін қатарынан қызметін атқара алмайды, жасай алмайды. Заңда бекітілген тәртіппен сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет шектеулі деп танылған азаматтар тағы да медиатор қызметін атқара алмайды. Оған қатысты қылмыстық қудалау жүзеге асырылатын тұлғалар, егер ол қылмыстық кодекспен сондай-ақ жаңағы құқық қорғау органдарымен қудалауға салынып бас жаңағы қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болса, онда ондай азаматтар медиатор қызметін атқаруға құқықтары жоқ. Тағы да заңда белгіленген тәртіппен жазасы өтелмеген немесе соттыға алынбаған азамат медиатор бола алмайды. Медиатор әрине азаматтық іс жүргізу кезіндегі рөлі ерекше. Егер сотқа талап арыз түсетін болса, егер талапкер өзінің талабын жаңағы соттан сұрайтын болса, егер жауапкер сол талаппен келіспей өзінің жаңағы уәждерін келтіріп қарсы пікірін білдіретін болса, онда әрине
дау бітіммен аяқталмайды, дау одан әрі өрбейді, даудың өрті басылмайды, одан әрі тараптардың уақыты кетеді. Біріншіден бірінші сатыдағы сотқа олар жүгінеді, ол соттың шешімімен келіспеген жағдайда апелляциялық сатыға тағы да барады, әуре-сарсаңға салынады, біршама қаржылай шығынға ұшырайды, мемлекеттік баж сомасы төленеді сотқа. Енді осы орайда айта берсек, сот процесіне қатысатын азаматтардың шығындалу жағы көп. Енді осы медиаторлардың рөліне келетін болсақ, азаматтық іс сотта егер қозғалатын болса, азаматтық іске қатысушы тараптар сот отырысы барысында не болмаса сотқа азаматтық істі сот талқылауына дайындау барысында, судьямен келіссөз жүргізу барысында егер медиаторға жүгінем деген талап, ниетін, тілегін білдіретін болса, онда судья өз тарапынан азаматтық істі тоқтатуға міндетті. Бұл орайда олар өздері қалаған медиаторлар тізіміндегі тұрған медиаторларға барып, өзінің құқықтарын білдіре отыра, өзінің ниеттерін білдіре отыра, 30 жұмыс күн ішінде, 30 күнде медиация туралы заңда бекітілгендей осы дау, жанжал келісіммен, бітіммен аяқталады. Сондықтан мінекей медиаторлардың рөлі ерекше деп айтуға болады. Олардың көмегі барынша жоғары болады азаматтық істерді қарау барысында. Осы орайда осы сұхбатты пайдалана отырып, біз тараптарды, азаматтарды, заңды тұлғаларды, немесе жеке тұлғаларды осы медиация шараларын қолдану барысында медиациядан қорықпай, арнайы медиаторларға барып, дау жанжалды шешуге, қатысуға, медиация рәсіміне қатысуға біз шақырамыз. Азаматтық процестік кодексте белгіленген даулардың түрлері, даулардың санаттары айқындалған. Осы орайда медиация шарасын қолдануда қандай даулар қолданылады деген сұрақ туындаған жағдайда, біріншіден біз неке және отбасына байланысты даулар медиация тәсілін қолданумен аяқталуға жатады. Не болмаса келісімге келіп, татуласу рәсімімен аяқталуға жатады. Сондай-ақ азаматтар арасындағы, жеке немесе заңды тұлғалар арасындағы еңбек дауларына байланысты азаматтық істер медиация тәсілін қолданумен аяқталуға жатады. Тағы да қарызды өндіріп алу, жер мәселесі бойынша жеке тұлғалардың арасындағы даулар, көрші тұрғын үйға байланысты азаматтардың арасындағы даулар, тағы да зиян келтіру сияқты тағы басқа осы сынды даулар медиация рәсімін қолданумен келісімге келіп бітіммен аяқталуға жатады. Енді тағы да бір ерекшелік, осы медиация қолдану тәсілі кезінде бітіммен аяқталуға жатпайтын тағы да азаматтық істер қатары бар. Олар біріншіден екі тараптың біреуі мемлекеттік орган болатын болса, бұндай даулар медиация тәсілімен аяқталуға жатпайды. Өйткені кейде азаматтар мемлекеттік органның немесе лауазымды адамның, лауазымды тұлғаның әрекетінің заңды немесе заңсыздығын тексеру үшін, өзінің бұзылған құқықтарын қалпына қайттан келтіру үшін сотқа жүгінгендіктен, сот өз тарапынан
осы лауазымды тұлғаның, лауазымды жаңағы азаматтың, мемлекеттік органның әрекетін немесе әрекетсіздігінің заңды немесе заңсыз болуын тексеріп шешім шығарады. Бұл орайда медиация қолдануға жатпайды. Енді тағы да бір айта кететін бір ерекшелік, мына медиацияны қолдану барысында медиацияның өзінің бір нысаны бар. Біріншіден бұл келісім, тараптардың өзара келісім шартқа отыру, келісім шартқа келісіп жаңағы бітіммен аяқталу рәсімі. Екінші нысаны бұл медиация, сот процесінде медиация тәсілін қолдану нысаны. Және үшінші нысан бұл партисипативтік шаралар, яғни екі тараптың өзара адвокаттары қатысатын болса, осы адвокаттардың көмегімен жаңағы осы татуласу рәсімі екі жақтың адвокаттардың көмегімен аяқталатын болса, бұл партисипативтік нысанның түріне кіретін жаңағы медиацияның бір түрі.